Елімізде жат ағымдарға қарсы күресу мәселесі мықтап қолға алынып келеді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы экстремизмнің алдын алу саласындағы мамандарды қайта даярлау институтының ашылуына қатысты. Нұр Мүбәрак университетінде өткен салтанатты жиында бас мүфти аталмыш институттың маңыздылығын түсіндіріп өтті. Өздеріңіз білесіздер, жастарымыз жат ағымға кетіп жатқандар бар. Осылардың алдын алу мақсатында имамдарымыз жұмыс істейтін болады. Бұны имамдарды Мысыр елінен екі үлкен профессорға оқытады. 2 ай оқитын болады. 20 имамнан 2 профессор оқытады. Ол жердегі мақсат мынау ағымдағы кеткен жастарменен қалай жұмыс жасау керек. Бұл енді бұндай проблема кезінде Мысырда да көп болған. Сол жағынан олардың тәжірибесі мол. Осы іспетте біз Құдай қаласа имамдарымыз осы жерде 2 ай бойы сол жаңа Мысырдан келген профессорлардан дәріс алатын болды. Нұр Мүбәрак университеті кез келген мәселеде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасымен бірлесе жұмыс істеп келеді. Мұндағы білікті мамандар дін төңірегіндегі барлық сауалдарға жауап бере алады. Сол себепті жат ағымға қарсы күресуші имамдарды даярлау институты Нұр Мүбәрак университеті жанынан ашылып отыр. Бұл өте шынында да ел үшін, халық үшін, дін үшін өте керекті және бір дер кезінде ашылған институт деп есептеймін. Өйткені бұл институттың негізгі басты мәселесі бәрімізге белгілі, бұлар қазіргі уақытта радикализмге, экстремизмге кетіп қалған азаматтармен жұмыс жүргізу мәселесі. Бұл жерде алғы шепте болатын имамдарымыз. Сондықтан бүгінгі ашылған осы институт нақты өздерінің осы бағыттары мен өздерінің ұстанған, қаруландырған жаңағы біздің берген білімдеріміз оларды осындай шеңберде алдыңғы қатарда жұмыс істеуге көмегін септігін тигізеді деп біз сенеміз. Алқалы жиында бас мүфти өз ұсыныстарын ортаға салды. Алдағы жоспарлар келелі кеңестермен жалғасты. Нұр Мүбәрак университетінің оқытушысы, PhD докторы Қайрат Құрманбаев жаңа ашылған институттың директоры болып тағайындалды. Осы уақытқа дейін де ол топтармен, ондай жекелеген тұлғалармен күрес жүргізіліп жатыр. Дегенмен енді қазіргі таңда біз бұндай келеңсіз оқиғалардың алдын алу толықтай мүмкін болмай отыр. Сондықтан қазіргі таңда енді біз бұл тетіктерін, күресудің жаңа механизмдерін, олардың психологиялық, құқықтық жақтарын қарастырып, сол олармен тікелей қарым-қатынас құрып, олармен күресетін мамандарды құқықтық сауаттандыру, психологиялық тұрғыдан, прагматикалық деңгейде бұларды сауаттандыру, оларды сол тұрғыда біліктілігін арттыру негізгі мәселе. Бұл институттың алға қойған мақсаты да осы. Бір сөзбен айтсақ, тұсау кесіліп жатқан институт бүгінгі қоғам арасындағы діни мәселелер мен түйткілдердің шешімін табумен айналысатын орталық болмақ. Арнайы 20 имам әуелі тәжірибеден өтіп, соның аясында жұмысын жалғастырады. Алайда бас мүфти мамандардың қандай талаптар негізінде қабылданатынын атап өтті. Ең басты талабымыз жаңағы имам араб тілін толық білген болу керек. Өйткені жаңағы арабша сабақ беріледі толықтай. Және ары қарай діни шарғи кітаптарды тереңірек меңгерген болу керек. Іліміне қарап жинайтын боламыз. Жалпы бұл институттың негізгі мақсаты тек қана осы жаңағы жат ағымға кеткен жастарменен жұмыс болады. Оның қалай жұмыс істеу керек, жаңағы өзінің методикасы бар ғой, соны үйрететін болады. Бүгінгі таңда жат ағымға қарсы күрес жұмыстары екі бағытта жүргізіліп келеді. Алғашқысы заң жүзінде тосқауыл қойылса, екінші кезекте имамдарымыздың біліктілігін жүзеге асыру. Осыдан күресу деген сөзіміздің шеңберінде не жатқанын түсіну қиын емес. Радикалды топтар, немесе радикалдану бейім топтармен конструктивті сұхбат жасай алатын мамандарды, яғни оларды өзіміздің Қазақстан азаматын, біз оларды қандас бауырымызды, оларды мұсылманшылықтан да шығара алмаймыз, олардың барлығын біз шетке ысырып, оларды күпірлікпен айыптап, бір-бірімізді жау көретіндей дәрежеде емес, бұл қайта оларды өзімізге тартып, олармен мәдениетті түрде, ғылыми негізде сұхбат құру. Яғни сонда сол кезде бұл нәтижелі
болады деген ойдамыз. Кеңесу ислам шариғаты бекіткен негізгі қағидалардың бірі. Діннің қамы, елдің игілігі үшін жасалған кеңестер бір арнада қосылды. Жиын соңында бас мүфти болашақ имамдардың жұмысына сәттілік тіледі.